Өзіңіз аты жөніңізді деп айтыңыз, қалай? Жақаев Берік Сұлтанұлы. Жақаев Берік Сұлтанұлы. Сіздің қызметіңіз? Зам руководителя национального центра. Ага, өте жақсы. Тыңдап отырмын. Так, кім бастайды? Мен бастайын. Мен жолдасым. 15 жыл, 15 жыл Қазақстан телеарнасы, КТК, Алматы каналы, Шахар, 15 жыл телевидениеде жұмыс жасаған осы Қазақстанда. Енді міне біз хабарымыз жоқ, 2 қыркүйек күні Талғардан кіреберістегі Экопосттан ұстап алып кетіп отыр. Оның алдында Атаханов деген тергеуші 7-ші ма 9-ші ма шілде күні іс бастаған екен. Одан біздің түк хабарымыз жоқ. Осыны ұстаған кезде ғана бізге айтып жатыр, ой, сіздердің істеріңіз 7-ші шілдеден басталып, біз экспертиза алып, хаттама толтырып, қорғауға құқығы бар куәгер болып жатырсыздар. Сонымен 1 сағаттық тергеушінің әңгімесінен кейін уже күдікті болып шықты. Оның ұсталғанның өзі заңсыздық. Не бір үйге хабарласуға бермеген, машинесін көшеге тастап кеткен, ол біздің жеке мүлкіміз ғой. Сонда получается біздің құқығымызды мүлдем таптамады ол жерде. Енді қазір 2 ай қамақта отыр. Егер шілде айында істі ашқан болса, бізге неге олар айтпаған? Сіздерге осындай іс жүріп жатыр. Біздің хабарымыз болмау керек па? Сонда сырттай біздің сыртымыздан шешім шығарып, хаттамаларын толтырып жүргізе бере ма?